Сағынышпен еске алу. Бір әріп үйреткен адамға 40 жыл сәлем бер дейді дана халқымыз. Алғаш рет білім нәрмен сусындатып, кеудемізге шамшырақ жаға білген мерейлі ұстаздарымыз, жақын адамдар, дүниеден өтіп кеткен білім саласына өлшеусіз үлес қосқан ардақты жандар жайлы еске аламыз. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді. Білімнің ине мен құдық қазғандай ауырда мехнат жолында қайыспас қайсарлық танытып, талайлардың жолының ашылуына өлшеусіз үлес қосқан ардагер, мықты, қайратты, талантты ұстаздарды ешқашан ұмытпаймыз. Достар менен бас қосу ғой мақсатым. Ас беріп өмірден өткен достарыма, жандарың жаннаттың төрінде болсын, қабыл ет дұғамыздың өзің Алла. Еске аламыз бақи болған жандарды, достар менен асыл жанды ұстаздарды, қарсы тұрып шыға алмассың сұма жалға, Аллам өзі пешенеңе соны жазды. Ортамыздан ерте кеткен ұстаздарымыз бен сыныптастарымызды сағынышпен еске аламыз. Уақыт емші дейді. Бірақ кей сәттер бар, ол да емдей алмайтын сағыныштар болады екен. Бүгін біз көзімізден кетсе де, көңілімізден кетпеген аяулы жандарды, құрметті ұстазымыз бен өмірдің гүлдей шағында бақиға аттанған сыныптас